Қатты қытығыңа тиетін жоқ десең де, сенің артыңнан қыр соңыңнан қалмайтын туыс таныстар болады. Әй, сол бір қиын ба, сол бір оп-оңай дүние ғой, сенің бір 5-ақ минутың кетеді. Нең кетеді, соны жасай салсаң деген секілді, осындай бір көңіліңізге тиетін дүние болуы мүмкін. Неге жоқ дегенді дұрыс түсінбейді бізде? Себебі шын мәнісінде білмеймін, көрем, олай емес шығар, жоқ жасай алмайтын шығармын деген секілді жауаптың артында дәл осы сізге деген қысым болуы мүмкін. Сондықтан да осындай қысымның артында сіздің нақты жауабыңыз болмағандықтан ғана осы сіздің қыр соңыңыздан қалмай, әй жасай салшы деген секілді сізден бір өтініп сұрап жатады. Менің қолым бос емес, ренжімеңіз, мен оны жасай алмаймын. Менің дәл қазір бос уақытым мүлде жоқ. Дәл осылай нақты жауап берген уағыңызда сіздің қыр соңыңыздан қалмай, сұрап, өтініп жататын жағдайлар аз болады. Сондықтан да өзіңіздің жауабыңызда нақты болыңыз. Өзіңіздің жауабыңызда білмеймін, көреміз, олай емес шығар деген, мүмкін деген сөздерді алып тастағаныңыз абзал. Сол кезде ғана сіздің артыңыздан қалмай өтініп сұрайтын адамдар азаяды. Нақты жауап берсеңіз, сіздің де артыңыздан, қыр соңыңыздан қалмайтын адамдар азаяды.